бақытты сырттан емес жүрегінен таба біл деп Аристотель айтқандай, абай кеткамаңыз. Өмірдің мәнін, тәрбиенің нәрін ұғындырып, көпшіліктің жүрегіне жол тауып жүрген, жүрек көзін ашып жүрген рухани ұстазымыз Құралай Шарболқызына келесі сөз кезегін берейік. Тақырыбы кез келгенге кезіге бермейтін бақыт. Аса қамқор ерекше мейірімді, бүкіл әлемнің раббысы болған, жанымыз бен тәніміздің егесі болған, ертең қиямет қайым күннің егесі болатын Аллахқа сансыз мақтаулар болсын. Осындай үлкен қалада санаулы реттелген адамдарды мені шақырып, бүгін Алла Тағала осындай бір әдемі жиынға басымызды қосып қойған, Аллахқа шүкірлер болсын. Құранды іс жүзінде көрсетіп, көзіміздің нұрына айналған, басымызға тәжі болған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи салауаттар мен сәлемдер болсын. Оның берекесі, жақсылығы бүкіл қазақ еліндегі әрбір қара шаңырақтың төрінде отырған менің әдемі апаларым менен кемеңгер келіндерге болсын. Әмин. Ал құрметті сұлу Алланың жеке жаратқан, өзгеше бейім қылып Алланың өзінің бір махаббатынан туған әдемі қыз келіншектер апаларымыз, бүгінгі жиынымызды Алла Тағала берекелі етсін. Осы жерге қандай сұрақпен келсеңіздер, сол сұрақтың жауабын алатын, өмірдің бір жаңа кезегін қайтадан бастайтын бір әдемі жолды Алла бізге нәсіп етсін. Мынау ислам ғалымдарының шығармасында келеді ғой, егер де сен қандай өмірді ұнатсаң дейді, талап етіп соны аңсасаң дейді, армандасаң, сенде бір өзгеру болу керек дейді. Ол өзгеру өз